Баршаңызға сәлем. Мен бүгін сіздерге қыстық салат икраның рецептін ұсынамын. Каналыма тіркеліп қойыңыздар. Бірінші табаға май құйып, астын жағып қыздырып қоямыз. Қажетті заттар: помидор, болгар бұрышы, баклажан, сәбіз қажет болады. Майымыз қызғанда сәбізімізді салып туралған және үстіне бір ас қасық қант салып, жақсылап қуырамыз. Қуырылып жатқан сәбіздің үстіне болгар бұрышымыз саламыз, яғни болгарскийді. Ендігі кезекте баклажанымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз және үстінен қызанағымызды саламыз. Және 3 ас қасық тұз. Тұзды салаттың мөлшеріне қарай қосасыздар. Мен 3 ас қасық қостым. Егер сіздер көп салат жасасаңыздар, онда көп мөлшерде қосасыздар. Тұз салған соң суы шыққанша араластырып отырамыз, асты жабысып қалмас үшін. Мінекей, салатымыз қайнап жатыр. Енді қайнап жатқан салаттың үстіне чесногымызды, кинзамызды, укропымызды саламыз. Және қара бұрыш салуды ұмытпаңыздар. Барлығын салып болған соң жақсылап араластырып 35-40 минут отта қайнатасыздар. Салатымыз дайын. Енді кезекте банкамызды булап, салатымызды құятын боламыз. Салатымызды құйып болдық. Енді крышкасын жауып бұраймыз. Салатымыз дайын. Каналыма тіркеліп, колокольчикті басып қойыңыздар.